Сәлем достар, сіздермен бірге Қарлығаш, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі оңай жасымықтан жасалатын сорпа дайындап көрсететін боламын. Құрамы өте қарапайым заттардан тұрады. Пияз, сарымсақ, сәбіз, қызанақ және картоп. Ең алдымен пиязды, сарымсақты қуырып аламыз. Одан соң қызанақты, сәбізді салып қуырып, одан соң бір ас қасық томат пастасын қосып, үстінен 2 стакандай су құясыздар. Қайнаған соң тұз, бұрыш қосып, жасымықты жуып алып саламыз. Одан соң астын жай қойып 20 минутқа қалдырасыздар. Жасымық сорпасы түріктердің сүйікті тағамдарының бірі, және де бізге де қатты ұнайды. Қарапайым заттардан және тез, оңай жасалады. Жиырма минуттан кейін блендердің көмегімен енді езіп аламыз. Крем суп сияқты болу керек. Жасымық сорпасын сухарикилермен, гренкилермен ішсеңіздер өте дәмді болады. Мен сіздерге қазір өте дәмді гренкидің жасалу жолын көрсететін боламын. Нанның барлығын турап аласыздар осылай. Одан соң сұйық май, чеснок және де укропты араластырасыздар да нандардың беттеріне жағып шығасыздар. Одан соң 160 градуста 10 минут пісіріп аласыздар. Енді жасымық сорпасының үстіне осылай лимон шырынын құясыздар. Одан соң укроп себесіздер, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Сонымен дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны 100%-ға сенімдімін. Барлықтарыңызға көп рахмет.